Аха, аха. Все болды, бастайық онда. Так, бүгін бізде market maker, buy model және sell model деген тақырып, яғни бұл жалпы қайдан шықты? Бұл ICT-ден шыққан. ICT, яғни крупный капиталдың осылай басқада позиция жинайтын айтқан болатын. Яғни бұл жаңағы buy модульдар, сосын sell модуль. Яғни сатып алу, сату модельдері ғой былайша айтқанда. Яғни мына жерде көріп тұрсаңыздар, мынау жаңағы сатып алу, яғни buy модуль, мынау керісінше сату. Яғни ол қалай жүреді? Яғни белгілі бір этаптары болады. Яғни мысалында мынау бізде сатып алу моделі болса, яғни баға белгілі бір жерде тұрады. Крупный капиталға не істеу керек? Былайша айтқанда логика тұрғысынан арзан сатып алу керек мына жаққа. Яғни бағаны не істейді? Бағаны төмендете бастайды. Яғни мына жерден бірінші консолидация болады. Яғни мына жердің бәрі боковик болады. Яғни боковикте тұрады баға. Содан кейін яғни бағаны арзандатады, былайша айтқанда. Баға арзандайды. Крупный капиталға қажетті, былайша айтқанда, несі жиналады. Яғни белгілі бір ликвидность шешіледі. Крупный капиталға қажетті бір суммасы өзінің жаңағы былайша айтқанда қалтасын толтырады. Сосын барып қана бағаны не істейді? Ары қарай жоғары көтереді. Яғни ол бізде аккумуляция болады, реаккумуляция, сосын мына жерде MMBM, market maker, buy модуль деген сөз, MMBM деген. Яғни сатып алу деген. Мына жерде не істейді? Бітеді. Яғни баға мына жерде тұрды. Бағаны алды да не істеді? Арзандатты. Одан кейін мына жерде накопление жинады. Сосын барып бағаны өсірді. Керісінше сату моделі тура солай. Яғни баға тұрады мына жерде. Market maker sell модуль. Яғни баға тұрады. Ол не істейді? Қымбаттатады бағаны. Мына жаққа өсіргеннен кейін не істейді? Мына жерде өзінің жаңағы позициясын жинайды. То же самое мына жердегідей тура мына жерде қайталанады. Мына жақында шортқа позициялар ашыла бастайды. Яғни шортқа позиция не істейді? Дистрибуция болады. Яғни редистрибуция болады. Яғни мына жердің барлығы боковиктер. Яғни мына жақтан бір жаңағыдай ликвидностьқа жеткізеді. Яғни біз өттік қой, buy side liquidность, sell side liquidность. Мына жақта мысалы buy side liquidность, sell side liquidностьқа бағада не істейді? Қайттан құлатады екен. Мына жер түсінікті ма сіздерге? Схема жалпы. Аха. Кімде қандай сұрақ бар? Микрофон қосып сұрақ қойсаңыздар, иә. Әзірге какая сұрақ жоқ әзірге. Торговый сессияларға байланысты ма ол? Да, баға түсіп, қайта сол бағаға көтеріледі ғой, да, получается. Барлығы түсінікті ма? Одан кейін мына жерде, яғни мына бір тұстарда Smart Money Reversal бар, SMR дейді оны. Яғни мына жерде reverse фазасы болады. Яғни мына жақтан бірінші лонговый жүреді, сосын барып шортовый кетеді. Яғни осы ауысқан жерді reverse дейді. Яғни лонгтан шортқа ауысу, немесе шорттан лонгқа ауысу, оны біз Smart Money Reversal дейміз. Одан кейін тағы да біріне, яғни крупный капитал осы арқылы былайша айтқанда трейдерларды шатастырады. Яғни не істейді? Мына жерден өтірік лонгқа кетіп бара жатқан сияқты болады. Бірақ өзінің позициясын жинап алғаннан кейін не істейді? Қайтадан бағаны кері бағытқа қарай не істеп жүреді екен? Өзгертіп жүреді екен. Мына жерде тура солай. Баға, яғни былайша айтқанда көп трейдерлер ойлайды, мына жерден
тренд басталды, мынадай канал танысыз қояды. Тренд шартовый деп ойлайды, бірақ та не істейді, крупный капитал өзінің жаңа позицияларын жинап алғасын, қайтадан бағаны өсіріп жүреді. Яғни мына жерден арзан алады да, мына жақта қымбатқа сатады деген сияқты ғой. Сосын мынау фазалар, яғни оригинальный консолидация болады. Яғни консолидация деген сөз түсінікті деп ойлаймын. Сосын дистрибьюция, яғни дистрибьюциядан жеткізу деген сөз. Сосын мына жерде smart money reversal болады. Одан кейін аккумуляция, реаккумуляция, сосын барып не істейді, аяқтайды. Яғни мына жақтан распределение болады. Яғни бұл примерно 2-3-ден болады, одан артық болмайды осындай боковиктер. Яғни қазір оны графиктен қарайтын боламыз. Так. Оны былай қоя тұрайық. Так, мына жерге күндік графикқа дейік. Мысалға мынаны алайық. Не істедік біз? Күндік имбалансқа келдік. Тест жасадық. Оны мысалында біз 1 сағатқа өтіп қарай аламыз. Яғни индикаторды өшірсек, қажет емес бізге. Яғни мына бір жерде тағы бір модель бар. Яғни мынаны көрсетейін. Келесі. Так, міне. Яғни 1 сағатқа өтетін болсақ не істеді? Бұл енді әдемі болмауы мүмкін, яғни жаңағы картинкадағыдай, яғни әп-әдемі боковик тұрмайды, ешқашан ондай жоқ. Баға не істеді? Мына жерде консолидация болды, байқасаңыздар. 15-30 минут қой немесе. 15 минутқа өтіп қарайық. Міне 15 минутқа өтіп қарасақ, мына жерде бір кішкене бір боковик болды, көрсеңіздер. Одан кейін не істеді? Бағаны оценка жасады. Одан кейін тағы да бір боковик болды. Тағы да оценка жасады. Мына жерде тағы боковикке түсті. Яғни осы имбаланстың ішінде позицияларын жинап жатыр крупный капитал. Жинайды деген сөз. Яғни оның соңғы целі, яғни мынау болады. Яғни мынау бізде қандай модель? Market maker жаңағыдай buy model. Яғни бағаны бірден осы өсірмеді. Бағаны не істеді? Бірінші коррекцияға жіберді. Арзандатты бағаны. Мына жерде боковиктер, боковик барлығы. Бұлай көрсетсек болады. Ол бізде боковик. Кішігірім. Одан кейін мынау да боковик. Яғни ары қарай қалай болды. Мына жерден қарасаңыздар, накопление болды. Накопление болды. Одан кейін не істеді? Боковиктен шықты. Накопление болды мына жерде. Дальше ары қарай бағаны өсірді. Мына жерде тағы да бір боковик, яғни соңғы целі оның мынау болды. Яғни мына жерге жетті, бір распределение болып көргенде. Мына жерде распределение болды. Крупный капитал, яғни мына жерде жинаған позицияларын барлығын мына жақта ешқандай реализациялады, яғни іске асырды. Сұрақтарыңыз бар ма? Мынау бізде ММБМ болады сонда.
Market maker buy model. Smart Money Reverse'ın қайда? Кімде қандай сұрақ бар? Smart Money Reversal болу керек еді ғой. Қайда ол? Жаңа сен түсіндіргенің бойынша Smart Money Reversal болу керек еді ғой. MMBVM болып кетті ғой мынау. Так, мен сіздердің дауыстарыңызды естімей тұрмын. Біреулеріңіз микрофон қосып кері байланыс берушіңіздер өтініш. Естіп тұр ма? Естіліп тұр ма? Енді естілді. Естіліп жатыр ма? Иә, естілді. Мен бағана бір сұрақ қойып жатырмын, бәсе жауап бермейді. Естімей жатыр екенсің ғой. Кешірерсіз, енді сен деп сөйлегенмен жақсы меру 8-де бола беретін шығар жас. Осыны қарағанда жас сияқтысың ғой. Сен жаңа түсіндіргенде Smart Money Reversal дедің. А қазір MMBM дейсің. Екеуі бір нәрсе ма? Жоқ, екеуі екі түрлі нәрсе. Яғни, қараңыз міне. Схемаға айтып келеге. Иә. Сен сурет салғаныңмен бірдей болмай қалды ғой дегенім ғой. Ол андай не обязательно 100% бірдей болу керек. Жалпы міне біздің жаңағы market maker buy model деп аталады. Мынаның барлығы, мынаның бүкіл фаза ғой, мынау бірінші, екінші, боковиктер көрдіңіз ба? Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Мынаның барлығы бізде market maker buy model, яғни сатып алу моделі деп аталады. Яғни оның мақсаты былайша айтқанда бағаны бірден өсіріп жібермей осы арадан. Бірінші оценка жасау керек. Сосын барып қана көтеру керек. Яғни бұл жерден арзанға жинау керек. Яғни осы әрбір мына боковиктің өзінің атауы бар да, міне. Оригинальный консолидация болады. Сосын дистрибуция, яғни жеткізу. Сосын SMR, яғни Smart Money Reversal. Яғни мына жер шорт кетті ғой. Шартовый тренд лонговыйға ауысқанда ол жерде реверс болады да, былайша айтқанда. Рынок тренд ауысады. Сол тренд ауысқанда біз реверс дейміз. Енді түсіндім. Ал бұл енді AMD модель емес, аха? Жоқ, бұл AMD емес. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуцияға жатпайды ғой бұл? Жоқ, жатпайды. Яғни осының ішінде болуы мүмкін AMD-лар, яғни боковикте түседі ғой міне. Боковикке түседі. Сосын мына жақта манипуляция жасайды. Сосын барып дистрибуция. Мынаның кішігірім AMD деп алуға болады мына жерде. То же самое получается, просто немножко название другое. А теперь ты мне объясни, біз мынау сенің Smart Money Reversal деп айтқаныңды біз как можем узнать это? Біз қалай білеміз оны? Мына жерде HTF ликвидность немесе POI деп тұр, көрдіңіз ба? HTF деген ол үлкен таймфрейм, яғни бір күндік жаңа 4 сағат деген сияқты. Яғни бізде не болды, жаңа біз бір күндік имбалансқа келдік. Яғни лонговый имбаланс. Понятное дело, что мұн жаққа ары қарай лонг кететіні. Сосын мына жерде реверс көреміз. Понятно. Біздің просто мақсат мынау, яғни мына жерден сделка алған кезде біз үлкен мысалында свинговый сделкаларды алсақ, 2-3 күндік. Сол мына шына дейін тарта аламыз да, мына жаққа дейін. Яғни обновленияға. Яғни біз мына жерден де қоса аламыз, мына жерден де қоса аламыз, сделка аламыз, яғни шығатын уақыттарын. Мына жерден качественный сделка аламыз. И жалпы мына жерден бір свинговый сделка алсақ болады мына жерден. Үлкен. От ликвидности до ликвидности деген болып тұр ғой сонда получается. Цена ходит от ликвидности до ликвидности. Ол база ғой, иә. Просто бұл қалай баратын? Ол база. Ол қалай баратын? HTF liquidity деп тұр у тебя вот туда мына жерде. Мына жаз. HTF liquidity. HTF дей ма? HTF. Бір күндік, бір апта. Бұл жаңағы PDH, PDL-ға жатпайды. Ол дневной. Мынау сонда 4 сағаттық қой, liquidity, да?
Жоқ, liquidity ол жаңағы buy сайт бар, sell сайт бар. Яғни бұл бізде sell сайт liquidity. Яғни любой ол не обязательно liquidity болуы, ол жерде имбаланста болуы мүмкін. Яғни үлкен таймфреймде болу керек, бір күндік желательно, либо 4 сағат. Понятно. PDL мен PDH-ның арасында жүру керек қой бүгін получается цена, да? Не обязательно ол PDL мен PDH, жалпы мына сыртқы ликвидностьтер ғой мына. Мынау сыртқы ликвидность, мынау buy сайт болады, мынау sell сайт болады, мына жақта мынау sell сайт болады. Ол еще плюс мына жерде имбаланс болады көрдіңіз ба? Структурамен қарайсыз, структурамен мына жерде мысалы. Сол структураң миға кірмей жатыр ғой почему-то. Структура туралы бір сабақ өткізіп берсең күшті болар еді. Структура бар ғой бізде тақырып. Основной аяғына дейін ютубта. Мына жерде сондай қазір нарратив уже ауыстырды шортқа қарай да. Мына жерде слом берді, иә. Мына жер керісінше уже sell модул басталып кетуі мүмкін да мына жерде. Кері бағытқа қарай. Яғни мына жерде консолидация болады, ары қарай оценка. Мына жерде тағы бір buy модул яғни. Мына жерде де міне көріңіздер ме? Ликвидность. Мына жақта міне равный максимумдар тастап кетті. Тура сол buy модул қайтадан. Мына екі бұл қайта тастап кетті ме жерде көріңіздер, шешпей кетіп қалды. Сосын мына жерде не болды? Тағы да распределение болды бағанаға. Сосын тағы да мына жерде накопление болды. Мына жерде жаңа smart money reversal болды. Дальше мына жерден тағы да бір не болды, яғни боковик болды. Сосын барып мына жерде не болды? Распределение болды. Яғни мына жерде глухайды шешті көріңіздер ме? Яғни мынау да жаңағы. Енді байға кетуіміз мүмкін ба? Қалай? Енді байға барамыз ба бұйырса? Байға кетіп қалды ғой. Жоқ. Мына жерден тағы да бір бай модул жасап жүрді, міне көріңіздер. Мына жерден тағы жаңа кішігірім болды ғой мына жерде 15 минутта. Ол походу жетпеді де крупный капиталға. Мына жерден тағы да көтерді. Әдейі тастап кетті мына жерде ликвидность шешпей. Сосын барып қайтадан оценка жасады. Мынау прям әдемі көрінеді, міне көрсеңіздер. Яғни оригинальный консолидация, сосын барып дистрибьюция, SMR, редистрибьюция, сосын жаңа соңғы не болады, распределение болады. Осы жақта не істейді, мына ликвидность шешілгеннен кейін крупный капитал не істейді, мына жерде жинаған позициясын тастайды осы жерге. Хайын алып барып түседі енді, иә? Иә, біздің мақсат мына жерде екі бұл хай тастап кетті ғой мына. Мынау buy сайт ликвидность көрдіңіз ба? Мына buy сайт тастап кетті. Мына жерден. Бірінші соны шешпей әдек қалдырып кетті да. Өтірік мына жерге былайша айтқанда шартовый кеттік деп айтты да былайша айтқанда. Трейдерлардың бәрі не істеді, мына жерден шортқа кірді бүкілі. Мына жерден бәріне шорт кірді да. Басқа концепция, білмейтін адамдар. Сосын конечный мақсаты негізінде мынау болды. Оған жету үшін ең алдымен бірінші позицияны арзан алып болу керек та. Баға мына жерден. Позиция жинап алады да, сосын мына жақта сатады. Сіз курсыңызда осының барлығын талқылап үйретесіз, иә, бұйырса? Иә. Бұл жаңағы ICT-дің сабағы былайша айтқанда. Яғни бұл жерде мына боковиктің ішінде ол бөлек бар еще. Яғни бұны егерде Вайков деген естіген боларсыздар. Яғни Вайков боковиктағы стадияларды былайша айтқанда сипаттаған. Жаңағы 5 кезеңнен тұрады деп айтқан. Соның барлығын егерде
тағы да тереңірек қазуға болады да, мына боковиктің әрбір кезеңдері болады өзінің. Боковик Байкопты білесіз бе жалпы сіз? жалпы қолданбаймын негізі қатты. Ну, жалпы білемін. Қатты пайдасыз, қатты керек емес. Оған анадай бір криптода сондай мындайда керек болмаса. Былай интрадайға қатты А керек. имбалансты дневкада ғана қараймыз ба? Иә, мынау үлкен пой зона ғой. Дневкадан қараған дұрыс болады. Алтында данный момент қазір шортқа ауысты ғой негізі да. Ауысты. Потому что Кубаханна шешті да. Ауысты да. Мына жерде там sell модуль жасап отыруы мүмкін. Мына жерде buy модуль, енді мына жерде керісінше sell модуль болады. Қазір көрейік. Міне, қараңыздар, мына жерде оригинальный консолидация, аккумуляция, сосын бір ликвидность шешілу керек. Керісінше SMR болады, сосын дистрибуция, редистрибуция. Мына жерде не істейді, аяқтайды. Яғни мына жерден біз sell модульді қарасақ болады. Яғни мына бір жерде не болды? Мына бір жерде мына жерде ликвидность шешпеген. Скорее всего 4 сағаттықта бірдеңе шешкен. Яғни мына жерде Рейд жасағанда мына жерде. Мына жерде енді мына жерде накопление болған. Сосын оригинальный консолидация, мынау. Сосын мына жерде SMR, Smart Money Reversal. И дальше ары қарай не істеп отыр, бағана өтіп отыр. Яғни конечный цель ол мынау болу керек. Яғни мына жерде мына қарасаңыздар, кішігірім боковиктер тұр. Не тұр? Аны естіп. Мына ішінде бұлай да алып қара берсеңіздер болады. Бұл жерде андай бір нақты не жоқ, нақты правила жоқ, осылай алу керек деген. Аны қалай көресіздер, солай алу беруге болады. Мына бір жерден де алу беруге болады. Мынаны полный sell модуль деп соғанда. Көтерді и кері бағытты. Біздің мақсат ол просто яғни допустим, мына бір жақта сделка ашатын болсақ, яғни мына жерде реверс алдық, мына жерде тағы да сделканы мына жерден алатын болсақ, яғни мына бір жаққа дейін тартуға болады деген сөз ғой. Кейбіреу более глобально алады, яғни мынаны алады жаңағыдай оригинальный консолидацияға. Сосын мынаны тағы екінші алады, и мынау дистрибуция алады. Smart Money Reversal деп алады. Сосын мына жерде жаңағы боковик жүреді, яғни сосын барып қана мына жерде текст етеді. Әркім қалай жасағысы келеді, солай ала береді негізінде. Қатты не жоқ. Ол былайша айтқанда бізге свинговый сделкаларды алуға, үлкен сделкаларды алуға көмектеседі. Ұзаққа кетеді. Бір күндік саудаға мынау болмайды я онда? Жоқ, интрадейге қатты. Просто интрадейдан сіз былайша айтқанда глобальный картинаны көресіз интрадейда. Яғни боковиктің ішінде үстінен манипуляция жасаса, сіз шортқа позицияға кіресіз. Яғни бұл жерде сіздің приоритетіңіз
құлап бара жатыр ғой баға. Біз сізге шортқа қосылу тиімдірек та, чем лонгқа қарағанда. Яғни мына жерде трендті шарты ғой. Сіз более шорт позицияларды қарастырасыз көбінесе. Яғни лонговать еткенде байқап лонговать етесіз. Жоқ, мына жерде мысалы қараңыз, қазір шорт болып тұр ғой, иә? Ал енді соны точка входдан қалай табамыз? Ликвидностьпен жұмыс өткенде көрсеттім. Сіздегі ликвидностьті қазір алады да баймен барып, потом үстіге құлайды, астыға құлайды. Ликвидностьпен жұмыс, так. Мен жерде өткен тақырып еттік қой, біз ордерфлоу. Шарты ордерфлоу келеді, мына жақтан. Реверс. Мына жерде тағы ликвидностьпен жұмыс. Каждый үстіне ликвидностьпен жұмыс сізге не болады, ол былайша айтқанда мүмкіндікті позиция ашуға. Яғни кез келген ликвидностьпен жұмыс, либо имбаланстың тесті шортқа қосылуға мүмкіндік береді. Мына жерде енді кіші таймфреймдерді мына жерде ликвидностьпен жұмыс жасаған. Кіші таймфреймнен былайша айтқанда конфирм іздеп көруге болады. Мына жерде 30 минуттан қарасаңыз тіптен әдемі мына жерде. Баға келеді. Яғни мынадай манипуляциялар сіздің былайша айтқанда шортқа ашу мүмкіндік береді. Точка входан яғни. Енді оның әр модельдері бар, қалай ашылу керек деген сияқты. Ол басқа сабақ. Жалпы сізге былайша айтқанда глобальный картинаны көруге, яғни шорттауға кетіп бара жатырмыз ғой, шорттауға қай жақта бітетінін примерно көрсетеді. Иә, ол күнде бола бермейді. Ондай нәрсе. Былайша айтқанда айына бір-екі рет осындай модельдер болып тұрады. Бұл деген, яғни бізге былайша айтқанда нарықтың қай жаққа баратқанын көмектеседі, былайша қосымша құрал. Так бұлай күнде осыны ашып алып, күнде сызудың қажеті жоқ. Жалпы бір сызып қоясыздар, примерно осындай деген сияқты қарастыруға болады. Любой жерде, мысалы, market maker buy немесе sell моделі іздей берудің қажеті жоқ. Просто жаңа лонгқа ауысып кетуі де мүмкін ба? енді ол ключевой ликвидностьтер бар, нефкадан қарайсыз. Ключевой ликвидностьтерден жұмыс істеп, сосын барып ауысыпты. Мынау ликвидность. Қоя беріңіз сұрақтар болса. Ассалаумағалейкум, жаңағы не бар ғой, сессияны қалай шығарып түсті, индикатор мол деген. Индикатор ссылкасын жіберем бе? Сабақ, енді чатқа жазыңыз сабақтан кейін. Телеграм чатқа жазыңыз, сонда жіберем. Алтын әлі сонда 3250-ге дейін құлайын деп тұр ғой да. Енді оны қарау керек реакциясын, әрбір ликвидностьпен жұмысты реакциясына қарау керек сосын барып. Жалпы негізі құлап келеді. Долларға қатысы бар, иә? Доллар өссе, алтын құлайды деген сол рас қой, иә? Қатты ондай, ол SMT дейді, оған қатты ондай бір қарай берудің қажеті жоқ, ол шатастырады да адамды. Яғни доллар өссе алтын міндетті түрде құлау керек деп отырып аласыз да. Бірыңғай шорт қарай бересіз да. Олай жасауға болмайды, ол қажетті дүние емес негізі. SMT ол айына 1-2 рет сделка береді. Көп бере қоймайды ондай сделкалар. Яғни көбінесе ол евро доллармен парасына қалданады, яғни евро доллардың индексі. Көбінесе сол жақпен SMT дейді. Яғни кейбір кезде мысалында доллар келеді да, buy side ликвидность шешеді, евро шешпей кетіп қалады. Сол кезде анықтауға болады. Доллар шешті, яғни ары қарай мысалында доллар buy side шешсе, евро кері қарай жүреді деген сияқты ғой. Шешпей кете береді деген сияқты мысалында. Ол SMT деп аталам, алтын мен күміс табырсын сөйтіп салыстырып атады ғой.
Иә, ол да сол. Барлығы SMT. Ол да SMT да. Сол корреляция ғой, корреляция дейді, яғни активтер бір-біріне кейбір қарама-қарсы жүретіндер болады, бірге жүретіндер болады, бір-бірін қайталайтындар болады, немесе бір-біріне қарама-қарсы жүретіндер болады. Ондайға көп сенуге болмайды, евро менен жаңағы фунт сөйтеді деп. Соны айтып отырмын. Редко бывает. Екеуі бірдей жүрмейді, кейде бывает, бірге жүріп қалады. Потом бір күні қарасаң басқаша. Иә, оның барлығы шатастырып жүреді. Үшім рынокта бәрібір өз айтқанын істейді, өз дегенмен жүреді, ешкім тыңдамайды. Просто точка входа табу өте қиын болып тұр ғой, соны үйрену точка входаны. Точка входа бұл ол жерде. Соны 3 минуттық, 5 минуттықтан іздеу керек па точка входаны? Иә, ол точка входаны түсіну үшін сізге бірінші структураны үйрену керек. Структура былайша айтқанда структураны структура қиын болып жатыр сол. Уже қанша болды? Былайша айтқанда точка входа ол мысалында бізде импульс коррекция болып жүреді ғой. Баға. Иә. Яғни мысалында баға қалай дейді. Баға өйстіп лонгово келе жатыр дейік. Сосын бір коррекция болады. Коррекция болған кезде бір белгілі бір имбалансқа келеді. Яғни точка входа сіз кіші таймфреймді, яғни 3 минут, 5 минуттан, яғни мынаның ішін ашып қарасаңыз, мына коррекционный движенияны. Ол сізде былай болады да. Шартовый не болады да, структура болады да бұл жерде. Яғни бұл жерде. Осындай картина көресіз, өйстіп келе жатқан кіші таймфреймді. Сосын не болу керек, мына жерде слом болу керек та, кіші таймфреймде структура слом беру керек та. Яғни үлкен таймфреймде ол не деген сөз? Мына жақ бағытқа мынаны обновление жасауға ауысты деген сөз да. Мына жерден кіші таймфреймде слом. Яғни сіз сол жерден не істейсіз? Мына жерден позиция жасайсыз, яғни лонговый. Мына жаққа тейкіңізді қоясыз, стопыңызды былай қоясыз деген сияқты. Кіші таймфреймнен сіз именно мына жер слом болған жерді қарайсыз да, міне. Осы жерде слом болды, значит, скорее всего, не істейді? Баға кері бағытқа қарай өйстіп лонг кетеді деген сияқты ғой. Сол ғой точка входаны табу. Ол ретест күтпейміз ғой бұл жерден. Бұл жерден ретест күтпейміз ғой. Ол ретест деген оның бәрі теханалистика. Оны зачем оны күтемін? Ол жерде күтетін жерлері де бар. Енді бұл жерде имбаланстар болуы мүмкін, имбаланс тестін күтуге болады. Либо сразу маркетпен басып жүруге болады. Ол енді әркім өзі шешеді ол жерде. Қалай істейтінін, не істейтінін. Кейде боковикке де кетіп қалады осылай істеген кезде. Иә, боковикке кішкене жүріп қалуы да мүмкін. Кейбір кезде. Сосын барып тағы бір манипуляция жасап шығарып, сосын барып кетуі мүмкін деген сияқты. Ол жерде нюанстар өте көп. Сол точка входа бізде постоянно қоямыз да, сосын стоппен жақсы жүріп тұр постоянно. Енді оны оқу керек, комплексно оқу керек, ол бір тақырыпты оқып алып, сосын сделка ашуға болмайды, ол жерден комплексно жұмыс істейтін инструменттерін, допустим, 10-20 сабақ үйреніп аласыз, сосын барып қана жасау керек та. Бұл жерде жаңағы көрдіңіз ғой, бірінің үстіне біріне қабаттаса береді, яғни структура білу керек, точка входаға кіру үшін. Структура, сосын жаңағы пойзоналар білу керек, имбаланссыз білу керек деген сияқты. Барлығын қосқан кезде ликвидностьті қалай жақсы быстро түсініп алса болады, потому что не заходит вообще ликвидности. Ұштары ғой. Ликвидность, ұштар. Мынау фрактал индикатор қосып аласыз, міне. Wicked фрактал деген. Сол мынаның ұштары бәрі ликвидность болып саналады. Мынаның барлығы ликвидность. Иә, оны түсініп тұрмын, оны білем. Но не знаю, почему-то ликвидность дегенде не заходит никак. Жоқ, мысалы ликвидностьті алуға кетіп бара жатқанды дейсіз ғой, иә? Иә, мына жерде сіз market maker sell модулды қарадыңыз. Енді сіз приоритетте сіз шорт позиция ашу отырсыз ба? Яғни сіз енді осындай манипуляциялар күтесіз, яғни жоғары жақтан. Яғни осындай ликвидностьпен жұмысты күтесіз. Бүкіл ликвидностьтарды белгілеп аласыз, допустим. Мысалында міне. Азиатский система жерде equal high істеп көтті, дұрыс па? Equal high дегенді білесіз ғой енді. Бүкіл ликвидностьтардың бәрін сызып аласыз. Equal high сызып алдыңыз. Сосын не істейсіз, онымен жұмысын күтесіз, яғни осыны
былайша айтқанда мынадай манипуляцияны күтесіз. Яғни не істеді бұл жерде? Екпені шешті, көрдіңіз ба? Яғни бұл жерде equal high'ды шешті. Значит, уже белгілі бір мына имбаланстарға дейін, немесе мына жақтарға дейін бір шорт ұстап көруге болады деген сияқты ғой. Яғни кіші таймфреймге өтесіз. Ары қарай кіші таймфреймнен лонговый структура шартовыйға ауысқанын күтесіз. Яғни мына жерде соңғы мынау максимумды берді. Яғни осыны жаңартса бізде слом болады деген сөз. Міне слом болды бізде. Все, шортқа кіресіз осы жерден. Қайда кіресіз? Бірінші F-та зоналарға дейін. Қайтадан неге өтесіз? Бұл жерден. Міне мына имбалансқа дейін ары қарай тарта алмайсыз уже. Егер мына жерден реверсный сделка болғандықтан қатты тартуға болмайды алысқа. Мына жердегі ликвидность бар міне, соған допустим сондай. Либо там мына жерден лимитқа қойсаңыз болады. Стоп үлкен сияқты да мұнда деген. Стоп. Мына жерде сол үшін не істеу керек? Мына жерден тағы да ликвидностьтарды көру керек. Ликвидностьтарға осындай бір не қойып қойсаңыз болады. Лимитный ордер қойып қойсаңыз болады. Сломнан кейін. Яғни мына жерде енді лимитный ордер ілмеді. Енді келесі мысалында там лондонский сессия бастаған кезде тоже қарастыруға болады, допустим. Өтіп алыңыз, міне тағыдан ликвидностьпен жұмысты көрдіңіз. Ликвидностьпен жұмысты көрдіңіз. Сосын ары қарай кіші таймфреймге өтесіз. Қарайсыз, қай жерден слом бізде. Мына максимумды берген. Мынау, мынау. Осы жерден сломды күтесіз. Енді бұл сломмен кіру былайша айтқанда ең былайша айтқанда новичоктердің деңгейі. Одан да нелер толып отыр, кіретін жерлер. Былайша айтқанда бір. Мына жерден там шығарырды, яғни мына жерден стоп алсаңыз қайтадан кіресіз деген сияқты. Мына жерден істеді. Тағы да қосымша ликвидностьпен жұмыс жасадым. Жаңа equal high'ды қазір шешті отырған. Қандай equal high? Жоқ, equal high мына жерде Азияда шешті. Сосын мына жерде там гол не бар, ликвидность бар міне. Сол ликвидность шешті, сосын барып қана кетті шортқа. Ана осы жерден позиция аласыз. Ана кіші таймфреймге өтесіз. Енді лонговый структура шартовыйға ауысу керек, соны күтеміз. Слом қайда? Слом алыста. Яғни сломға жетпей, мына жерден уже имбаланстар пайда болып отыр. Тоже конфирмді бұл. Яғни shift дейді бұны. Слом күтпей кіре беретін жағдайлар бар. Либо сол имбаланс тесттен кіруге болады деген сияқты. Мына жерден лимитный ордер қойып. Либо там маркеттен кіре салуға болады деген сияқты. Точка входа табу қатты қиын емес. Түсінсеңіз болды, яғни график қайда барып жатыр, яғни точка входа табу ол ең оңай жолы да, ең оңай нәрсе негізінде. Яғни ең қиын нәрсе ол график қайда барып жатыр, не істеп жатыр үлкен таймфреймде, соған жауап беру да. Яғни жаңағыдай модельдерді көре білу, оның барлығы бірден алып таспайды, ол көптеген сағат бэктест, сосын қатемен жұмыс, сосын барып қана келеді да. График қайда бар жатыр деген сұраққа жауап бере аласыз сол кезде. Обычно бір күндік хайды да, лоуды да алушы еді ғой? Иә, міне, мына жерде подақаны алған көріңіз ба?
өткен күн. Сосын барып лойды алған. Мысалы, бүгінгі күннің хайында алады, ха, бүгінгі. Бүгінгі күні хайын алады. Бүгінгі күннің хайын ертең алады ғой, по-любому, иә? Жоқ. Мысалы бүгін Ертеңгі күннің алдыңғы күнді алған жоқ Міне, мысалы міне. кетіп қалды ол. иә, ол андай да обязательно деген сөз жоқ трейдингта. Яғни 100% ол алу керек деген ондайда қателесесіз, олай ойласаңыз. Яғни 100% деген бұл жерде жоқ. Алса жақсы, алмаса ары қарай кіші таймфреймдерден подтверждение іздеп ары қарай кіруге болады. Не обязательно ол алу керек деген сөз, 100% алу керек деген сөз. Алды ма жақсы, алмады ма басқа да жаңа подтверждение алып кіре беруге болады. Баға ол құлап келе жатқан жерде өткен күні максимумын алу, ол қатты бір қатты қызықтырмайды, лучше маған тырысады да ертең. Мен сіздің жекеңізге жазып жүрмін ғой, лонгта қалып қойдым ғой, сол лонгта переживать етіп отырмын да. Ол хайын алуға емес, керісінше мына жерден закреп берді. Яғни керісінше лойын алуға тырысады. То же самое мен жерде міне закреп берді, яғни мына жерден лойын алуға тырысады. Ол лоң бүгін алды ғой, 309 болды ғой. 301. Ликвидность алды ғой. Иә, алды. Енді ол байға кетпеш ме? Не обязательно бұл байға. Бұл жерде реверсный болса, онда байға, скорее всего, кетеді. Ол үшін бізге мынадай подтверждение керек та. Ликвидностьпен жұмыс. Выход, ары қарай ликвидностьпен жұмыс, выход. Осы кезде біз айта аламыз да. Ол енді келесі байовый ликвидность 319-да тұр мысалы ода. Иә. Соны алса ары қарай кете бере ма сонда? Мыналардың бірінен лонг кетеді. Қайсысынан кетеді белгісіз. Үшеуінің біреуінен кетеді. Енді кетеді деген болжам жоғарыда ықтимал бұл. Сонда осы ретте кетіп қалуы мүмкін, иә? Иә, осы жерден де кетуі мүмкін лонг. Немесе төменірек түсіп, сосын барып та кетуі мүмкін. Яғни жаңа ключевой зоналардың бірінен кетеді. Ол қатты бір немес, былай айтқанда бұл андай бір свинговый сделка ашып жатсаң, сонда бір қажет та, так былай күндік торговляда, интрадейда қатты қай жаққа баратқан примерно түсінсем болды, қатты емес. Бай обычно айтушы еді ғой, трейдерлар байға стоп қоймайды, тұра береді деп. Ол бай күннің күні кетеді байға деп. Енді ол жерде әркім стиль торговляға байланысты. Депозитіне байланысты. Депозитіне байланысты, еще жаңағыдай қандай трейдерсіз? Свинг трейдерсіз ба, либо интрадей ма? Соған байланысты. Мен қандай екенімді білмеймін. Біреудің сигналмен кіріп кеткенмін ғой кеше. Жоқ, олай жасауға болмайды. 400-ге барады деп. Жоқ, біреудің сигналымен жүруге болмайды. Енді 40-та алған болатынмын. Сол 40-қа енді бара ма, бармай ма? Енді күндердің күнінде баруы мүмкін, осы жаңа ликвидностьтерді сызып қойғаннан кейін. Қалай барады? Депозитаға только. Мына жақтан ол біз мына мысалында мына жерден екпе лойд істеп кеттік көрдіңіз ба? Девкада. Мына бір жерден біз шорт кетеді, ары қарай шорт кетеді деп ойладық. Бірақ баға не істеді? Баға там минимуммен жұмыс істеді, ары қарай лонгқа кетіп қалды. Әртүрлі жағдай болды. Ол нарық кезген дүние, ол барады, проблем жоқ. Ол қашан барады белгісіз. Бір жылдан кейін барады, жарты жылдан кейін барады, ертең бара ма? Ешкім айта алмайды. Яғни политика бар ол жерде. Политика әсер етуі мүмкін. Соғыс болып кетсінші, қазы кетіп қалады. Бұл жерде, басқа жерде. Конфликт болсыншы тағы да. Ол бірден өсіп кетеді, осы жерден. Либо там жағдай жақсарсыншы қазір, ол ары қарай құлайды.
тағы да құлайды деген Жоқ, ал үстінде бар ма имбаланс невкада? үстінде де шешетін нәрселер бар, астында да шешетін нәрселер бар болып отыр. Мына имбаланс бар, мына жерде имбаланс бар, мына жақта ликвидностьтер бар, мына жақта ликвидностьтер бар. Мен жалпы ойлағам, мына имбаланс ұстайды, сосын ары қарай лонгқа кетеміз. Жоқ, қалыпты тесіп өтті просто. Былайша айтқанда, ондай ол жалпы ықтималдылық бар. Жалпы соған қараймыз. Сауда жасаған кезде. Жалпы осы жақтардан лонгтар күтілуде негізі. Ассалаумағалейкум, бір сұрақ қояйыншы. Осы структура деген қазір мынау неде лонговый болып тұр ма алтында структура бойынша? Жоқ, шартовый. Шартовый болып тұр ма? Шорт қой. Ол кішкенше таймфреймді байқала ма? Міне келе тұр. Коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция естіп келе тұр. Дәл қазір графикті қарап отырсыз ба? Қазір құлайды деп жатыр. Құлайды ма? Order flow ғой мынау, Енді ол сіз order flow-мен арқылы қарасаңыз да болады, мына өйстіп сызып алып. Сіз еще структурамен қарай аласыз. Екеуі екі түрлі нәрсе да кішкене. Рахмет. Импульс, но коррекция. Импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс деп кете береді. Order flow арқылы қарасаңыз, міне ликвидностьпен жұмыс, ликвидностьпен жұмыс. Өзі ликвидностьпен жұмыс. Осылай. Мына бір сағаттық қазір көтеріп, слом берсе, онда ауысамыз, иә? Енді ол жақсы бір лонгтар кету үшін бұл жақтарға мынаны түсіне жаңарту керек қой. Максимумда. Иә, слом берсе, онда кетті. Онда сосын барып қана айтамыз. Біз қазір шартовый имбаланста тұрмыз. А вот order flow мен структураға қараған жоқсыз ба? Или обычный структура не ба? Order flow'ды білсең негізі структураны қарамасаң да бола ма негізі? Иә. Негізі order flow структурадан қарағанда басымырақ. Ертерек білесің да. Мысалында қараңыз. Просто кейде order flow жасамай кетеді ғой. Жоқ, кіші таймфреймде жасайды. Мына қараңыз. Мына жерде шорт алып сіз мына сломды күтуіңіз керек те, көрдіңіз ба? Order flow бойынша сіз уже мына жерде шортқа кіресіз. Көрдіңіз ба? Разницасы қалай, да? Мына движение барын жоғалтып аласыз. Вот кіші таймфреймде қай таймфреймдермен қарайсыз? Мысалы, бір сағаттықты. Бір сағатта болмаса 15 минут, 30 минут. Яғни мына жерде 15-30 минут order flow'да алдамай ма негізі? Жоқ. Ол order flow сіз ана екі немен шешеді ғой, немен рейдпен, свиппен шешеді да. Иә. Вот рейдпен шешкен кезде қалай болады деп жатқанымға сіз неге контекстке байланысты қарайсыз ол кезде? Денесімен шешіп кетеді ғой. Денесімен шешкенде имбаланстар қарауға болады. Жалпы рейдпен оны қорқысаңыз кірмей-ақ қойыңыз просто болды. Басқа да активтер жетеді ғой, алтыннан басқа евро бар, индекстер бар, NASDAQ бар, болып отыр. Сіздің осы немеңіз, стратегияларыңыз келеді, иә, сол барлығына? Иә, келеді. Сіз курста үйретесіз, иә, соны? Әрине. Сізде қандай форматта болады? Сонда дайын видеоларды қараймыз ба? Или отдельно сабақтар бола ма? Бұлай дайын сабақтар жазылып тұр, мысалы, бірінші, екінші, үшінші деген сияқты. Мысалында жаңағыдай группа жиналады, сосын адамдар не істейді? Бірінші сабағын қарайды, просто запись несін, қысқа сабағын қарайды. 30 минуттық. Телеграмда, иә? 30 минуттық выжимкасын қарайды. Мысалында бірінші сабақтың. Сосын, допустим, ертеңгі күні сол туралы прямой эфир болады. Прямой эфирде қайтадан сол түсіндіріледі. Яғни практика жүзінде көрсетіледі. Сосын практика жасағысы келетіндер осылай демонстрация қосады. И сол тақырып бойынша практика жасайды. Прямой эфирде жаңағыдай барлығын түсініп кетеді. Сұрақтар болса, яғни.
былайша айтқанда пока күнде сұрақ қалмағанша сабақ бола береді былайша айтқанда. Яғни полный түсініп кетесіз бір тақырыпты мысалы. Өзіңіз өткізесіз ба соның барлығын? Әрине, өзім өткіземін. WhatsApp группа бола ма, Telegram ба? Telegram. Кері байланыс Телеграмда, иә? Иә, сосын үй жұмысы болады, сосын үй жұмысына бөлек кері байланыс беріледі. Яғни бөлек запись жазылады. Запись жіберіледі, сол запистан өзіңіздің именно сіздің үй жұмысыңызға кері байланысты қарай аласыз. Қайсыда қате болды деген сияқты. Жаңғыз алтынмен ғана торговать еткен қиын ба негізі? Енді кейбір кезде алтын онша емес жүруі мүмкін, мысалында. Бүгін мысалында онша емес нелер болды. Жүрісі кішкене не болды. Түсініксіз деп. Басқа активтер жақсы жүрді, мысалы евро жақсы жүріп берді. Фунт жақсы жүріп берді деген сияқты. Сіз лайф трейд жасайсыз ба? Лайф трейд былай видеомен жасамаймын. Кәдімгідей жаңағыдай Анализ беріп отырсыз. Анализ именно осы жерден кіру керек, логикасын. Жалпы курстан кейін уже былайша айтқанда мен айтқанымды полный түсінесіз ғой. И мысалында мен енді кіші таймфреймнен конфирм күтіп отырмын deyіп, осындай имбаланс пайда болса, сделка ашамын deyіп. Қалай екенін бәрін суретін салып жіберемін де, прямо неде, прям вақыттылы. Енді имбаланс пайда болып, кіші таймфреймнен тез пайда болады ғой, 5-10 минут күтесіз. Күтесіз да, сол имбалансын, допустим, сделка аша береді, допустим. Либо оны күтпейді аша беруге болады. Сондай моменттер болады. Осындай белгілі пайда болса, мен сделка ашамын деген сияқты жазып жүремін да. Ал толық сіздің, мысалы база бар ғой менде. Толық сіздің сабағыңызды түсініп, сонымен торговать еткенге неше ай уақыт кетеді? База болса, яғни мен тақырыптарымды по-любому меңгеруіңіз керек. Оны былайша айтқанда сізге жеңілдеу болады да. Яғни сол бір ай, бір жарым айдың ішінде толыққанды үйреніп аласыз, сосын ары қарай солай жасай бересіз. Плюс еще жаңағыдай мен өзім анализдерімді жіберіп отырамын. Былайша айтқанда түсінбеген жерлерін түсіндіріп отырамын, либо қателіктеріңіз болса, соны көрсетіп отырамын. Сонымен бір-екі айдың ішінде торговля жасап кетуге болады. Яғни барлығы өзіңізге байланысты бұл жерде енді. Ары қарай менен байланысты емес заттар бар. Яғни кейбір кісілер мысалында жұмыстан қолдары тимейді, ол мына жерде бэктест деген дүние бар, мына жерде симуляторды қосып қойып, жаңағыдай практикалап ету ғой, былайша айтқанда. Өзіңіз отырып алып, қаншалықты уақыт көп бөле аласыз, соншалықты жақсы тез дамитын боласыз. Яғни оған уақыт бөлмейтін болсаңыз, керемет мұғалімді алып келіңіз, ол по-любому үйренбейсіз да. Яғни көбіне осы жаңағы практика көп решайды. Кім көп бэктест жасап жүр, бірден көрінеді, олардың результаттары пайда бола бастайды да. Сіз өзіңіздің немелеріңіз, сделкаларыңыздан стоппен кететін кездерде болады, иә? Әрине. Ол трейдинг қой. Трейдинг болғаннан кейін ол жерде бірыңғай 100% винрейт деген өтірік нәрсе ол. Яғни стоп, 10 сделканың бір 2-3 стоп болады. Технический стоп, андай, яғни технический деген ол былайша айтқанда барлығы конфирммен қабылданған, барлығы дұрыс техника жағынан. Бірақ та новости шығып қалуы мүмкін. Либо Трамп бірдеңе деп қалуы мүмкін, сондай кездерде болады стоптар. Ондай жаңағыдай қайтып айтайын, 10 сделканың бір 3-2 стоп болады. Жалпы риск менеджмент сақтану керек қой жерде. Риск менеджмент сақтансаңыздар, трейдингте табысты боласыздар. Эреріңіз жалпы қанша эрер істейсіз? 1-1 ма, 1-2 ма мысалы? Кемі 1-1,5, 1-2 кемі. Андай 1-1 деген ол башқана ұзақ уақытта қатты бір пайда табысты болмайсыз сондай нәрсемен. Яғни 10 сделканы қосып орта есептеп көресіздер, сол кезде түсінесіздер да. Яғни кемі 1-2 болу керек. Жақсы. Сіздің стратегияңыз бойынша күнделікті ТВХ беріледі, иә? Күнделікті, иә. Жалпы бір активтен болмаса, басқа активтен беріледі почти күнде.
Енді кейбір кезде андай ауыр жаңалықтар шығатын кездер болады, там фреш шығатын кезде, ол кезде рыноктар кішкене там шайқауы мүмкін, ол кезде торговля жасамайтын күндер болады. Кейбір кезде там банктер демалатын күндер болады. Ондай кездерде әрине торговля жасамаймыз. Мысалы далада қатты жаңбыр болып тұрса, далаға шықпайсыз ғой, дұрыс па? Сондай күндер былайша айтқанда өткізіп жүретін күндер болады арасында. Жақсы, түсінікті. Егер курс аламын деп ойланып жүретін болсаңыздар, смело ала беріңіздер. Мен өзім осы кісіден алғам, бірақ өзім жұмыстарым өте күрделеніп кеткеннен кейін мен қайтадан курс алайын деп жатырмын, егер тағы бастайтын болса. Бұндай курс мүлдем ешқандай бір неде оқытпайды негізінде, Дәулет Мырза оқытқандай. Ешқашан мынандай түсінбей қалдым деген адам болмайды, мүмкін емес та негізінде ше. До того сабырмен барлық нәрсенің от и точкасымен түсіндіреді. Бұндай білмеймін, басқа бір жерде оқытпайтын шығар. Негізі трейдингтен үйретеді да, трейдер болуды өзіңіз шешесіз да. Мысалы дұрыс айтады да, мысалы Дәулет Мырза, өзіңізге байланысты бтс жасап, күнделікті өзіңіз ізденіп соны орындайтын болсаңыз, түсінесіз, рыноктың қыр-сырын, мышлениясын бәрін түсіне бастайсыз да. Мынандай негізінде мен алдында да сигнал каналдарға, осындай ең мықты сигнал каналдардың өзінде минусқа кіріп кеткем. Қазір енді вообще сигнал каналының бәрінен шығып кеткем да. Уже қайтадан өзім зерттейміз деп ше. Негізінде ойланбастан алуды мен мысалы советую. Мен мысалы бұрын отзыв айтуға қорқатын да, надан оқыға, надан үйт деп айтатыннан аулақ болады едім да. Мына егер оқимын, білемін осы десем, именно Дәулет Мырзаны советовать етемін да, барлық адамға да мысалы ше. Потому что действительно мен өзім бұл курстың бәрін мысалы оқымасам да, енді бас жағында оқыдым ғой, бірақ өзім жұмысымның негізгі жұмысым күрделеніп кеткеннен кейін мен тоқтата тұрдым да. А так өте білім сапасы өте жоғары деңгейде ше. Бұл кісінікі. Өзінің ақшасына да стоит, өзінің уақыты да, мысалы ол кісі қалай уақытты бөледі, басқа ешқандай адам өйтіп бөлмейді негізінде. Даже миллиондап та оқытып жүргендер бүйтіп мұндай сапалы білім бермейді. Мен мысалы барлықты кәдімгідей айта аламын, ондай сапалы дүние бермейді. Басқалардан жаға ұстатарлықтай бағанда естіп жүрдік қой. Жақсы, рахмет. Аламыз. Иә, сол егерде жаңа курс набор 4 августта басталады бұйырса, сол кезде оған дейін орындарыңызды алып қойсаңыздар болады. Мен де оқимын қайтадан басынан. Басынан оқып жүрмін, тағы да қайтадан оқығым келеді, потому что бірге оқытам. Онлайн оқытам, онлайн. Офлайн офлайн не? Жоқ, офлайн оқытпаймын. Онлайн. Сіз жалпы кімнен оқыдыңыз? Мен оқыған жерден көп. Кімнен оқымадым деп айтайын. Барлық мен біледі ғой, не действительно. Мен де негізінде сабақ оқу барысында бірге оқып, бірге мынандай жаңағыдай прямой эфирде түсінген мүлдем бөлек екен. Мысалы, өткен сабақтарды қарап шығу бөлек та, бірдей прям әр сабақ бойынша қалдырмай қараған жақсы екен да негізінде ше. Сондай. Жақсы, рахмет. Жақсы. Мен танымаймын, бірақ Дәулет Мырзаны ойлап қалмаңыздар, бір танысы екен деп ше. Бірінші мен де мүлдем танымаймын бұл кісіні ше. Өзім просто сабақтарын алып неткеннен кейін айтып жатырмын да. Просто егер де минуста болып жүріп, білімсіз
типтің арқасында ғой мен ұста жүргенім ше негізінде жалқаулықтың артында ешкімді оқығымыз келмейді да мысалы ше берген білімді қайтадан меңгергіміз келмейді содан кейін ғой мен ұста жүргеніміз қазір енді соның бәрін дұрыстайын деп жатырмыз өзім дұрыстайын деп жатырмын. Білмеушек, рахмет, сен атын айтып бердің ғой. Дәулет, сен бұрын осыдан 6 ай бұрын кіріп жүрген кезде курс оқытпаймын деушің ғой. Қазір естіп отырмын мен курс туралы. Қанша тұрады курсың енді? Курс бағасы қазір 150 мың. Ұзақтығы 2 ай примерно. Практикасымен бәрімен қосқанда. Қазір курс туралы жаңағыдай телеграмға жазып жүремін пост ретінде. Мен бірінші естіп отырмын, бұл 6 ай бұрын сен оқытпаймын деп айтасың. Қай жерде жүреді? Дәулет мырза оқытпаймын де до последнего оқытпаймын деген негізінде ше біз қайта личкасын не қылып 10 адам 10 шақты адамбыз ғой прям оқиықшы деп бұл кісіні сондай не қылдық қой жаңағы попросить еттік қой. Дәулет мырзаның өзі де куә да оқытпаймын деп қанша сопротивление. Мен баяғыда естідім, оқытпаймын деп айтатын бұл жігіт. Біз көктемнен бастап Тезидің несін жүргізіп жүруші едің ғой? Иә, ол жерде де айтатын тұғын. Біз сол көктемнен бастап. Азамат мырзамен жұмыс істедіңіз бе? Жұмыс істедім, я қазір жұмыс істемеймін бірақ. Иә, Азамат мырзаның сигналдары күшті. Қазір беріп те жүрген жоқ, Азамат ешқандай сигнал. Иә, ол платный береді ғой. Платныйын білмейді екенмін. Өзіміз деген Азаматты платный 50 мың теңге алдым. Иә, 50 мың теңге. Ол Азаматта да болды. Астанада 10 адамды үйретіп жатыр ғой. 10 адаммен күнде азынан кешке дейін өтіп аргөліп істеп жатырмын. Өткенде 2 апта Азамат мырзаныкінде ағам менде ше. Олда да өзіміз дегенде 2 ай отырғам. Сондай. Бәрібір өзім білімді каналдардың бәріне кіріп шықтық қой, ешқайсынан плюске шықпадық. Иә. Сигналдағы